жалау жерге түсіп, есептерді деп артынан есептелмеді, 1 метр жетпей қалды деген айнып кеткендігінен сондай бір түсініспеушіліктер туындап жатыр. Сол себептен біз Алматы облысы жаппай көкпардың жанашырлары, төрешілер ақылдаса келе, сол шеңберде төреш. Үшінші мәселе, той балуанның салымын есептеп, той иесі Талғат Айдар мырза өз атынан оған разы қыламын деп, сый-сияпатын беремін деп уәде етті. Және де біз жаппай көкпар федерациясы атынан той балуанға бір пояс сыйлаймыз. Ассалаумағалейкум көкпар сүйер қауым. Мына күні кеше болған Алматы қаласында көкпардың ақ қарасы шықты. Бүгін Алматы облысының жаппай көкпар федерацияның басшысы Нұршат мырза жариялады. Тыңдадық бәрін. Мынау Шаңғышқылы Ғалымжанның баспен ұрғаны туралы 10 күндік қызыл карточка берілгені айтылды. Толик мырзаның өгіз өлдісі салған салымы машинаға, автокөлікке салғаны есептелді. Құдай қаласа машинада қайтатын болды. Одан кейін көкпарларға шабандоздарға берілетін балуан белдіге де қайтарылатын болды. Құдай қаласа мынау әділдікті, туралықты шешкен, ақиқатты шешкен мынау өзіміздің Алматы облысының беделді азаматының бірі Нұршат бауырымызға үлкен алғысымызды айтамыз. Нұршат мырза, сіздің әділдігіңізге, сіздің мынау осындай шешім шығарғаныңызға бүкіл халық ырза болады, ырзашылығын білдіреді. Осындай ер азаматтар елімізде көп болсын, шындықты, ақиқатты, туралықты айтатын азаматтар көп болсын. Мына Толиктің салған салымы құтты болсын. Бұдан кейін бұндай нәрселер қайталанбасын. Барлықтарыңызға рахмет.